Өмірлік маңызы бар тақырыптар қозғалған әрі уақытқа бағынбайтын кітаптарды тұлға ретінде қалыптасып, әрі қарай даму үшін оқып шыққан абзал. Мен рухани байлықты арттырып, қазақ елін жақсы түсінуге көмектесетін 10 кітап туралы осы видеода айтамын. Қайырлы күн, құрметті достар. Сіздер Бекатөле YouTube арнасындасыздар. Ендеше уақыт жоғалтпайық, бастайық. Бірінші ол әрине Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романы. Қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлының өмірі, салған сара жолы жайлы жазылған кітапты оқу әр қазақтың міндеті. Күллі қазақтың өмірі суреттелген роман-эпопеяға француз жазушысы Луи Арагон 20 ғасырдағы ең үздік шығармалардың бірі деп оң бағасын берген. Ал Камерун жазушысы Бенджамин Матис кітапты оқып, қазақ неткен ғажайып халық деп тамсанған. Екінші, Сәбит Мұқанов Аққан жұлдыз. 19 ғасырдың екінші жартысында Қазақстанда туған қазақтың ұлы ғалымы, демократ Шоқан Уәлихановтың өмірі мен ел үшін атқарған қызметі жайлы жазылған үздік туындылардың бірі. Автор шығыстану көгінен құйрықты жұлдыз аяғы өткен Шоқан Уәлихановты ұзақ жылдар бойы зерттеген. Кітапта Шоқан дүниеге келмей тұрып, қазақ жеріндегі оқиғалар қамтылған. Автор бірінші кітапта басты кейіпкердің әкесі Шыңғыстың өміріне тоқталса, екінші томда Шоқан Уәлихановтың тұлға ретінде қалыптасуын шебер бейнелеген. Сәбит Мұқанов алғашында Асылдың сынығы жайында 4 томдық кітапты жазуды жоспарлаған, алайда 2 кітап қана жарық көріп, роман аяқталмай қалды. Үшінші, Әбдіжамал Нұрпейісов Қан мен тер. Кітапта өткен ғасырдың алғашқы 20 жылы сипатталған. Нақтырақ айтқанда, туындыда Арал теңізінің жанында өмір сүрген қазақ халқының революция кезіндегі тұрмыс салты, бай мен кедейдің қарым-қатынасы, әйел теңсіздігі тақырыптары көрініс тапқан. Трилогия Ымырт, Сергелдең, Күйреу атты кітаптардан құралған. Енді мен осы бірінші кітап Ымырттан үзінді оқып берсем. Еламан темілге тартты. Түнде жел тұрған ба, таяуда жауған үлпіде қардың бет жағы бұрап, жағалаудың мұзы қайсы бір жерлерде кәдімгідей жалаңаштанып, ар жағы көктайғақтанып, кісілеп қапты. Сонан бұл аңқар, көк мұз үстінде күні бойы жалғыз. Мұз ояды, ау қарайды. Теңізге шыққанда сірә маңындағы кісі қараның бар жоғын байқамайтын, көрмейтін. Төбеде көк аспан, табан асты көк теңіз. Екі дүние арасында жабырқау ойды жанына серік қылып, күні бойы күйбеңдеп жүріп, өмір жөнінде ойлайды. Өзі жөнінде ойлайды. Өзінің теңіз үстінде ғана емес, өмірде де жалғыз екенін ойлайды. Әке-шешеден ерте айырылды. Әкесімен бірге туған ағасы Есбол бұл арадан бір күншілік жерде тұрады. Баласыз, жалғыз жетім шалдан қайыр шамалы. Ендігі жанашырдан немерені рай. Бірақ ол жас. Өзі сияқты о да әке-шешеден жастай жетім қалды. Қазір қарт әжесі екеуі өз алдына түтін түтетіп отыр деп, бас кейіпкердің өмірін автор керемет суреттейді. Осы үзіндіден, осы кітаптан алынған үзіндіден балықшылардың жұмысын жасау екінің бірінің қолынан келе бермейтінін түсінуге болады. Төртінші, Шерхан Мұртаза Қызыл жебе. Мемлекет және қоғам қайраткері Тұрар Рысқұлов жайлы жазылған үздік кітап десек артық айтқанымыз емес. Рысқұлов және оның әкесі жайында Мұхтар Әуезов те Қараш-Қараш повесін жазған еді. Ал Шерхан Мұртаза қазақ қамы үшін әділеттілікпен арпалысып, тәуелсіздік жолында күрескен Тұрар Рысқұлов жайында ғұмырнамалық роман жазып, оның бұрын-соңды ел білмеген жақсы қырларын көрсетті. Автордың Қызыл жебе, Жұлдыз көпір, Қыл көпір, Тамұқ атты кітаптарынан оқырман Тұрар Рысқұловтың өмірі және қызметімен жақынырақ таныса алады. Бесінші, Ильяс Есенберлин Көшпенділер. Қазақ елінің тарихын 15 ғасырдан бастап көркем тілмен жазған автордың туындысы түркі тілдес халықтар ішінде бағалы десек артық айтқанымыз емес. 6 кітаптан 5 ғасырлық оқиғадан тұратын тарихи эпопеяда батырлардың тәуелсіздік жолындағы ерлігі мен бабаларымыздың келер күнге деген сенімі айқын бейнеленген. Эпопеяның Алмас қылыш деп аталатын кітабынан алынған үзіндіге назар салсақ, 14 ғасырда кімнің және қалай билік жүргізілгенін жақсы түсінуге болады. 6. Әбіш Кекілбаев Үркер.
Кітапта автор қазақ халқының басынан өткен ауыр кезеңдерге тоқталып, дәлірек айтқанда 12-18 ғасырлар аралығында орын алған оқиғаларды жазған. Әбіш Кекілбаев тарихи деректерге сүйеніп, оқырманға сол заманның шындығын, қазақтың тәуелсіздікке деген күресін қарапайым тілмен түсіндіруге тырысқан. Басты кейіпкерлердің прототиптері Тәуке хан, Әбілқайыр хан, Бөкенбай батыр, ал Тевкелевтің немесе бүкіл елдің атынан сөйлеген билер ол Төле, Қазыбек би және Айтеке би. 7. Бауыржан Момышұлы «Ұшқан ұя». Қазақ елінің салт дәстүрі, тәрбиесі жайлы жазылған құнды әрі сирек кітаптардың бірі. Апасының ақылын тыңдап, бала күнінен әке кеңесін жадында сақтап өскен халық батырының осы шығармасы патриоттық тәрбие негізі болып табылады. «Ұшқан ұяны» оқиған адамның қазақ елі жайында пікірі нақтылана түседі. 8. Тахауи Ахтанов «Боран». Басында оқырманға «Дала сыры» деген атаумен жол тартқан кітапты кейін автор қайта толықтырып, «Боран» романын жарыққа шығарды. Бұл романда кеңес үкіметінің тұсында өмір сүрген адамдардың өмірі баяндалады. Боран астында қалып қойған бас кейіпкер Қоспан арқылы автор адамның рухани күші шексіз мүмкіндіктерге ие екендігін көрсеткісі келгендей. 9. Дулат Исабеков «Қарғын». Автор кітап арқылы адам бойындағы шынайы махаббатты, адал сезімді жан-жақты көрсетуге ұмтылған. Кітаптың басты кейіпкерлері Алматыға оқуға келген Бағила есімді бойжеткен мен жас жазушы Жасын Мәдиев. Екі ғашықтың ешқандай кедергілерге қарамастан бірге болуға деген құштарлығы оқырманның көңілінен шығады деген үміттеміз. Оқырман кітапты оқи отырып, бас кейіпкердің жан дүниесіндегі арпалыстарға куә болған соң, көкейінде жүрген кейбір сұрақтарға жауап таба алады. 10. Немат Келімбетов «Үміт үзгім келмейді». Кітапта көп жылдар бойы төсек тартып жатқан мүгедектің өмірге деген шексіз құштарлығы, махаббаты жазылған. Науқас адамның сын сағаттағы толғаныстарын бас кейіпкерлер Ержан мен Гаухардың монологтарынан байқауға болады. Сонымен достар, әр қазақ оқуға тиіс 10 кітаптың атауы мен авторларын сіздерге айттым. Осы кітаптардың кейбіреуін оқу барысындамын. Сіздерге де осы кітаптармен танысып шығуға кеңес беремін. Ал енді видео ұнаса лайк басып, астына комментарийға өз пікіріңізді жазып, поделиться кнопкасы арқылы осы видеоны барлық WhatsApp чаттарға, Instagram парақшаларға жіберіңіз. Сол арқылы сіз менің YouTube арнамның дамуына бірден бір себепкер боласыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.